35-ші есеп. 37,5 метр темір жолын салу үшін 6 рельс қажет. Ал 125 метр темір жолын салуға неше рельс қажет? Біз бұл есепті шешу үшін пропорция құрайық. 37,5 метр темір жол салу үшін бізге 6 рельс қажет. Ал 125 метр рельс салу үшін, темір жолын салу үшін біз қанша рельс керек екенін білмейміз. Бұл бізде тура пропорционалды пропорция, яғни біздің ұзындығымыз өскен сайын рельсте өседі, немесе керісінше. Ендеше біз пропорцияның қасиетіне байланысты ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісі шеткі мүшелерінің көбейтіндісіне тең. Ендеше біз бұл теңдеуді былай жаза аламыз пропорцияны. X-тен 125 көбейтілген 6 бөлінген 37,5. 125-ті 6-ға көбейтсек қанша шығады? 600. 25-ті 6-ға көбейтсек 150, яғни 750 алымында шығады. Бөлімінде 37,5. 750-ді 37,5-ке бөлу үшін біз былай жазайық. 750 бөлінген 37,5. Егер біз мына өтірді бір орынға былай алдыға жылжытатын болсақ, онда мұнда да 0 қосылады. 7500-ді 375-ке бөлеміз. 750-ден аламыз. 750-ді 375-ке бөлгенде 2-ден береміз. 2-ні 375-ке көбейтсек, ол 750-ге тең. Мына 0-ді мұнда қосып жаза саламыз. Сонда 750-ді 37,5-ке бөлгенде 20 шығады екен. Демек, 125 метр темір жолын салу үшін бізге 20 рельс қажет. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.